Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Науаи мен Абай жалпы адамзаттық құндылықтар сабақтастығы халықаралық форум ашылды. Әлемге әйгілі шайыр өзбек халқының сүйікті перзенті ғұлама ойшыл Әлішер Науаиді қазақтың данышпаны Абай ұстаз тұтып, шығыс мектебін үлгі еткені әдебиет тарихынан белгілі. Екі ғұламаның арасындағы рухани байланыс терең. Бұл екі ел арасындағы достық, мәдени қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға, ойшылдардың мұрасын жастарға кеңінен насихаттауға, дәріптеуге негіздейді ұйымдастырушылар. Болашақта Қазақстан мен Өзбекстан жоғары оқу орындарының бірлескен жобалары жүзеге асырылады. Форум аясында Науаи орталығы ашылып, Науаи оқулары шығыс сарыны көрініс тапқан сурет көрмесі ұйымдастырылды. Өзбекстан Республикасында 3 миллионнан астам қандастарымыз тұрады. Қазіргі таңда ол жақта 100-ден астам қазақ мектептері бар. Осы орайда сол жердегі қандастарымыздың біздің университеттің қабырғасында оқыту мәселесі ғана емес, сонымен бірге біздің университеттің Өзбекстан Республикасында осы өңірлерде қазақ қандастарымыз көп шоғырланған өңірлерде университетіміздің болашақта филиалын ашу. Яғни бұл қазіргі таңда жоспар.